Қадірлі қауым, бүгін амал күні, сондықтан баршаңызды шын жүректен құттықтаймын. Бұл күн әз Наурыздың бастауы, еліміздің төл мерекесі биылда қасиетті ораза айына орайлас келіп отыр. Қастерлі мейрамдарымыз халқымызды игі амалдар жасауға үндейді, асыл қасиеттерімізді кеңінен дәріптейді. Құрылтайдың ұлық мерекелермен қатар өтіп жатқаны жақсылықтың нышаны деп ойлаймын. Осыдан 3 жыл бұрын Наурыз айында арнайы жолдау жарияладым. Оны жақсы білесіздер. Елімізді түбегейлі жаңғырту үшін ауқымды реформа жасайтынымызды айттым. Сол кезде алғаш рет ұлттық құрылтай туралы бастама көтердім. 3 жылдың ішінде Қазақстан жаңа тұрпатты ел болды. Саяси реформалар жан-жақты өзгерістер жасауға мүмкіндік берді. Жалпы халықтық референдум арқылы ата заңға түзетулер енгізілді. Парламенттің құзыры кеңейді, үкіметтің жауапкершілігі артты. Адам құқықтарын қорғау жүйесі жақсарды. Конституциялық сот құрылды. Шешім қабылдау үдерісіне азаматтардың белсене қатысуына жол ашылды. Басқа да бағыттарда маңызды реформалар жасалды. Жергілікті билік түбегейлі жаңғыртылды. 3 жылдан астам уақыт ішінде ауыл әкімдерінің 72% жаңарды. Оның 1/3 бұрын мемлекеттік қызметте болмаған азаматтар. Бір сөзбен айтсақ, аймақтардағы атқарушы билікке жаңа адамдар келіп жатыр. Пилоттық жоба ретінде аудандар мен облыстық маңызы бар қалалардың 45 әкімі сайланды. Биылдан бастап барлық аудан әкімдерін халық тікелей сайлайтын болды. Түрлі деңгейдегі мәслихат сайлауы өкілді билік органдарының жұмысына тың серпін берді. Облыстық және аудандық мәслихат депутаттарының 90% бір мандатты округтен, яғни тікелей дауыс беру арқылы сайланды. Билік жүйесінде мұндай ауқымды өзгеріс бұрын соңды болмады. Ел ішіндегі өзгерістерге ұлттық құрылтай мүшелері де орасан зор үлес қосты. Жұртымызды ортақ мақсатқа ұйыстырып, игі істерге жұмылдырды. Алқалы жиын алғашқы күнінен бастап жалпы халықтық жаңғырудың символына айналды. Қоғамдық диалогтың жаңа үлгісі қалыптасты. Өзара түсіністік пен құрмет бар жерде келісім болады. Құрылтайдың түпкі мақсаты да осы. Кешеден бері ұлттық құрылтай мүшелері көптеген бастама көтеріп жатыр. Қоғамымыздың ең өзекті мәселелері жөнінде қызу талқылау өтті. Құрылтай мүшелері, шақырылған мамандар бұл мәселелер бойынша өз ұсыныстарын айтты. Үкімет мүшелері, президент әкімшілігінің өкілдері, парламент депутаттары көптеген сұрақтарға жауап беріп, пікір алмасуға белсенді түрде қатысты. Баршаңызға ризашылығымды білдіремін. Енді бір қатар мәселеге арнайы тоқталып өткім келеді. Ең алдымен қоғамда қызу талқыланып жатқан салық реформасына қатысты пікірімді айтайын. Салық жүйесі бұл бүкіл мемлекеттік жүйенің тірегі. Бюджетте қаржы болмаса, мемлекет өз міндетін толық атқара алмайды. Әлеуметтік міндеттемелер де орындалмайды. Бұл туралы жаңа белгілі экономист Жақсыбек Құлекеев жақсы айтып өтті. Сондай-ақ құрылтай мүшелері Қайырбек Арыстанбеков, Марат Башимов, Ерлан Саиров, Расул Рысманбетов және Мұрат Абенов салық бюджет мәселесіне қатысты орынды пікір білдірді. Еліміз үшін аса қажет шаралардың мән маңызын халыққа егжей-тегжейлі түсіндіру керек. Жұрттың бәрі экономист немесе қаржыгер емес. Мемлекеттің қандай шараны не үшін қолға алып жатқанын бәрі бірдей түсіне бермеуі мүмкін. Сондықтан реформаның мәнін әр адамға түсінікті тілмен жеткізу керек. Правительство представило новые подходы к налоговой реформе. Предлагаемые меры в целом верны. Они учитывают базовые экономические и социальные факторы. В профессиональных кругах, да и в обществе уже сложилось понимание необходимости повышения ставки налога на добавленную стоимость. Хотя можно услышать и критические высказывания в адрес предлагаемых мер, в частности по НДС, но такие мнения не учитывают реальную ситуацию. Есть немало стран, которые по разным причинам не берут на себя больших социальных обязательств.
а в Казахстане социальный блок занимает более половины бюджета. Наше государство социальное, поэтому мы продолжим инвестировать в образование, здравоохранение. Это наша конституционная обязанность. Но помощь следует оказывать действительно нуждающимся гражданам. Злоупотребление, тем более аферы, здесь недопустимы. Поэтому неприоритетные расходы будут сокращаться. Необходимость в этом уже очевидна. Правительство до конца года должно окончательно определиться, каким образом такие расходы следует оптимизировать. В Казахстане действуют различные налоговые режимы, многочисленные льготы, преференции. Они сформировали в стране подобие налогового офшора. Это факт. Появились две основные группы предпринимателей. Те, кто, пользуясь лазейками в законодательстве, смогли уменьшить для себя налогооблагаемую базу, и те, кто добросовестно выплачивает все налоги. И вторая группа предпринимателей, естественно, оказалась менее конкурентоспособной. Правительство обоснованно обратило внимание на такое явление, как дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты налогов. Надо признать, что дробление бизнеса стало следствием упущений в законодательстве. Данный вопрос был недостаточно проработан и правительством, и депутатами. Опять погнались за красивыми показателями. Дескать, в стране зарегистрировано более 2 миллионов индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Но не проанализировали, какие это предприятия, откуда они взялись, в каком объеме платят налоги и платят ли вообще налоги. Но сейчас упреками делу не поможешь. Нужно в срочном порядке выправлять ситуацию. Это мое обращение к правительству и парламенту. Следует срочно внести необходимые изменения в законодательство. Надо понимать, что создание справедливой и эффективной налоговой системы – это вопрос именно будущего нашей страны, благополучия следующих поколений. Власть поддерживала и будет поддерживать бизнес. Здесь сомнений не должно быть. Но бизнес бывает законным и противоправным. Хорошего или плохого бизнеса не бывает. Бизнес может быть законным или противоправным. Коль скоро мы говорим о необходимости соблюдения закона и поддержания порядка, то в первую очередь добропорядочные, ответственные и, главное, законопослушные предприниматели должны пользоваться поддержкой правительства и власти в целом и получать соответствующие преференции. Говоря о налоговой реформе, именно сейчас нужны решительные меры. В противном случае мы столкнемся с трудностями совершенно другого порядка. Теперь, что касается дискуссии о переходе на единый часовой пояс. Правительство и парламент обсудили этот вопрос. Проведены специальные исследования, которые не подтвердили критических опасений общественников. Согласен с правительством и большинством депутатов, а также со специалистами. В нашей большой по территории стране с относительно немногочисленным населением должен быть единый часовой пояс, который упрощает управление государством, помогает оптимизировать логистику и многие бизнес-процессы. Думаю, на этом дискуссию надо завершить. И тем более не следует политизировать данный вопрос. Сондай-ақ бүгін Бекзат Алтынбеков, одан бұрын Бақтықожа Ізмұхамбетов пен Светқали Нұржан қоғамдық әдеп мәселесін қозғады. Бұл өте орынды деп ойлаймын. Қазір әлеуметтік желіде адамға тіл тигізу, ар намысын аяққа таптауы көбейіп кетті. Жалған мәлімет таратушылар да бар. Мұндай келеңсіз үрдістерді тыю жолын қарастыру керек. Мәжіліс депутаты Ермұрат Бапиев еліміздегі діни ахуалға алаңдаушылық білдіріп жүр. Құрылтай мүшелері Дания Қыдырбаева және Олжас Сүлеймен жат діни ағымдардың жастар арасында, әсіресе спорт саласында ықпалы күшейіп бара жатқанын айтты. Теріс ағымдарға, қазақтың болмысына, жат идеологияларға тосқауыл қою қажет екеніне еш күмән жоқ. Елімізде дін бостандығына кепілдік берілген, бірақ жүгенсіздікке, тәртіпсіздікке жол беруге болмайды. Діннің аса маңызды миссиясы ұлтты ұйыстыру. Діни ұйымдардың қызметін реттейтін құжаттар осы талапқа сай болуға тиіс. Бұл мәселені жан-жақты қарау керек. Соның ішінде заңнаманы жаңа жағдайға бейімдеп отыру өте маңызды.
құрылтай мүшелері тағы бір жайтқа алаңдаушылық білдіріп отыр. Соңғы кезде ел ішінде түрлі алаяқтық әрекеттер жиілеп барады. Теріс пиғылды адамдар қайырымдылыққа деп ақша жинап, оны жеке басының пайдасына жаратады. Сондай-ақ көп адам интернет алаяқтардан зардап шегуде. Бұл мәселе бойынша бүгін Айгүл Орынбай жақсы айтты. Бұдан бөлек қазір жұртқа ақыл айтып ақша табатын жалған психологтар мен коучтар көбейіп кетті. Оларға сеніп алданып қалғандар көп. Маған бұл туралы көптеген шағым түсіп жатыр. Жауапты органдар бұл мәселені назарға алуға тиіс. Тағы бір түйткіл. Қазір кинотеатрда көрсетілетін фильмдерге қатысты қоғамдық сын бар. Былтыр қазақстандық мамандар түсірген 94 фильм шыққан, яғни негізінен өзіміздің өнім шығарылып жатыр. Бұл жақсы үрдіс жалпы. Бірақ біз ең алдымен санға емес, сапаға көңіл аударамыз керек. Көрерменнің көңілін көтеріп, күлкі сыйлау бір бөлек. Жағымсыз әдеттерді насихаттау бір басқа. Зорлық, зомбылықты, қатыгездік пен қылмысты насихаттайтын фильмдер де пайда болды. Осы жерде бір нәрсені ескерген жөн. Бүгінде фильмдердің басым көпшілігі мемлекеттік тапсырыспен емес, жеке қаржыға түсірілді. Кино маңызды идеологиялық құрал екенін бәріміз жақсы түсінеміз. Сондықтан жеке қаржыға түсірілсе де, фильмді кинотеатрларға шығармас бұрын алдын ала сараптаудан өткізу жолдарын қарастырған жөн. Сондай жақсы мысалдар да бар. Жақында Шоқан Қашқария сапары деген мультфильм шығыпты. Бұл өскелең ұрпаққа әйгілі тарихи тұлға Шоқан Уәлиханов туралы мәлімет беретін өте жақсы туынды деп айтуға болады. Қазақ тілінде ұлттық нақышта түсірілген осындай мультфильмдер көп болу қажет. Бұл ұлт болашағына тікелей ықпал ететін мәселе. Сондықтан анимацияны дұрыс бағытта дамыту мәселесін қолға алу керек. Еще один важный вопрос. Ко мне с письмом обратилась известный адвокат Айман Умарова. Она заострила внимание на непростой теме – условиях содержания в женских колониях. Особый акцент сделала на положении беременных женщин и женщин, имеющих малолетних детей. Согласен, наша уголовно-исполнительная система должна быть не карательной, а нацеленной на исправление осужденных. Все лица, находящиеся в местах лишения свободы, независимо от их пола, равны перед законом. Однако, исходя из соображений гуманизма и не нарушая принципа закон и порядок, мы могли бы пересмотреть юридические подходы к женщинам, имеющим несовершеннолетних детей. Правоохранительным органам и депутатам нужно взвешенно изучить данный вопрос, внести предложение для его решения. Дмитрий Павленко дұрыс мәселе көтерді. Кәсіби техникалық колледждер жаңа мамандықтарға сұранысты және еңбек нарығындағы жағдайды ескеруге тиіс. Сарапшылардың айтуынша, біраз жылдан соң солтүстіктегі халықтың саны едәуір азайып, оңтүстіктегі тұрғындар әлдеқайда көбеюі мүмкін. Бұл өте өзекті мәселе. Себебі аймақтардың еңбек нарығында теңсіздік одан әрі ұшуға түседі деген сөз. Осы мәселемен үкімет мұқият айналысу керек. Қостанайдағы колледждің тәжірибесін солтүстік аймақтарда кеңінен қолдану қажет. Члены Курултая постоянно поднимают актуальные общественные проблемы. Некоторые штатные критики могут сказать, что указанные проблемы не самые главные. Есть и другие вопросы, требующие внимания государства. Но надо иметь в виду, что жизнь наших граждан наполнена множеством совершенно земных проблем, и обходить их стороной неправильно. Поэтому вопросы, касающиеся повседневной жизни наших граждан, остаются актуальными. Мы будем поднимать эти вопросы и, самое главное, решать эти проблемы. Поручаю уполномоченным органам внимательно рассмотреть все вопросы, которые накануне поднимались на рабочих секциях. Я сегодня так понял, что практически все члены Курултая высказались. Это говорит об очень активной вовлеченности и работе членов Курултая, так что я вас благодарю. Часть проблем, которые были подняты, найдут свое отражение в моем выступлении. Құрметті ұлттық Құрылтай мүшелері, біз біртіндеп барлық салада ауқымды реформалар мен нақты өзгерістерді жүзеге асырып жатырмыз. Оның бәрі халықтың тілегі мен заманның талабына сай жасалуда.
Бұл жердегі түпкі мақсат барлығын өзгерту емес. Ең бастысы атқарылып жатқан шаруаны оңтайландырып, оның тиімділігін арттыру. Алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі жекелеген бағыттар бойынша мемлекеттік аппараттың жұмысын жүйелеп ретке келтіру. Өздеріңізге мәлім, елімізде түрлі салаға қатысты кешенді жоспарлар бар. Биыл осындай бір қатар құжаттың мерзімі аяқталады. Әрине, оның кейбірі жалғасады, кейбірі мүлдем тоқтатылады. Үкімет мұқият ойластырып, нақты шешім қабылдау керек. Ел болашағы үшін айрықша маңызы бар салалар бойынша жұмыс үздіксіз жалғасуға тиіс. Мысалы, нашақорлыққа және есірткі бизнесіне қарсы күрес туралы жоспардың мерзімі биыл бітеді. Бұл құжат 2023 жылы әзірленген. Мұндай жоспар елімізге қажет екені анық. Өйткені осы қауіпті кеселге қарсы күрес өте маңызды мәселенің бірі. Сондықтан жаңа құжатты дайындауға қазірден бастап кірісу керек. Биыл балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау, өзіне өзі қол салудың алдын алу туралы жоспардың мерзімінде аяқталады. Біз әйелдер мен балалардың құқығын қорғау үшін нақты шаралар қабылдадық. Өткен жылы барлық аймақта балаларды психологиялық қолдау орталықтары ашылды. Заңдарға маңызды өзгерістер енгізілді. Тұрмыстық зорлық-зомбылықпен күреске қатысты заң қабылданған соң ахуал біршама жақсарды. Бірақ кейбір шалғай аудандарда әлі күнге дейін мұндай келеңсіз оқиғалар тыйылмай тұр. Жат діни ағымның жетегінде жүрген адамдар жағдайды тіпті ушықтырады. Жергілікті билік өкілдері мен қоғам белсенділері тұрмыстық зорлық-зомбылықтың алдын алу жұмысынан шет қалып отыр. Оның үстіне осы бағыттағы жұмыстар қазір әртүрлі құжатпен реттеледі. Шашыраңқы болып тұр бәрі. Соның бәрін бір жерге жинақтаған дұрыс деп ойлаймын. Осыған орай Қазақстан балалары атты бір тұтас бағдарлама қабылдаған жөн. Бұл өте маңызды құжат болмақ. Оны дайындау үшін үкімет, парламент депутаттары, омбудсмен Динара Закиева, қоғам қайраткерлері өз үлесін қосады деп ойлаймын. Озық ойлы ұрпақ өсіру үшін білім мен тәрбие әрдайым қатар жүру керек. Ашығын айтсақ, бала оқыту ісінде бұған дейін білімге көбірек назар аударылды. Ал ұрпақ тәрбиесіне қатысты жүйелі ұстаным болған жоқ. Бұл салаға тиісті деңгейде көңіл бөлінбей келді. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы. Сондықтан біліммен қатар тәрбиеге айрықша назар аудару өте маңызды. Былтыр мектептерде бір тұтас тәрбие бағдарламасы қолға алынды. Бағдарламаны қабылдау істің басы ғана. Енді жаңарған құжатты еліміздегі барлық мемлекеттік білім ошағына енгізу керек. Оны алдағы уақытта жекеменшік мектептерде басшылыққа алуға тиіс. Себебі тәрбие жұмысы балаларды түгел қамтуға қажет. Сонда ғана бұл бастама жалпы ұлттық ауқымға ие болады. Жобаның түпкі мақсаты отаншыл, білімді, жасампаз ұрпақ тәрбиелеу. Мұның бәрі адал азаматқа тән қасиеттер. Құрылтай мүшелері алдағы уақытта осы бағдарламаны адал азамат деп атауды ұсынып отыр. Мен бұл ұсыныспен толық келісемін. Члены Құрылтая Зульфия Байсакова и Бану Нурғазиева высказались о необходимости пересмотра критериев государственного социального заказа и совершенствования законодательства о неправительственных организациях. Гражданский сектор играет большую роль в реализации реформ и развитии общества. Мы это знаем. Партнерство государства и неправительственных организаций способствует решению актуальных проблем, продвижению созидательных ценностей, формированию нового качества нации. Поэтому для повышения эффективности государственного социального заказа нужен отдельный закон, соответствующий современным реалиям. Разумеется, законопроект должен пройти глубокую и всестороннюю экспертизу. Уполномоченным органам при участии экспертов и общественных организаций нужно заняться этим вопросом. Біз соңғы жылдары мемлекеттік наградалар мәселесін қайта қарап бір жүйеге түсірдік. Енді ведомстволық, мекемелік марапаттарды ретке келтіру қажет.
Мемлекеттік органдар бұл жұмысты назардан тыс қалдырды. Нақты ереже жоқ. Бәріне ортақ мәліметтер қорда жоқ. Соның кесірінен кейбір марапаттар орынсыз таратылып жатыр. Тіпті бір мемлекеттік органның төз белгісін бір адам бірнеше рет алған жайттар да кездеседі. Мекемелік марапат нағыз білікті мамандарға ғана берілетін, сол арқылы кәсіби мәртебені көтеретін маңызды награда. Бұған бейжай қарауға болмайды. Сондықтан мекемелік марапаттардың бірыңғай стандартын және тізімін жасау қажет. Әрине, әр мекеменің өз ерекшелігін ескерген жөн. Бірақ бәріне ортақ ұстаным болу керек. Құзырлы органдарға осы шаруаны қолға алуды тапсырамын. По моей инициативе начата большая работа по наведению порядка в сфере ономастики. В вопросах наименований или переименований улиц и населенных пунктов местные исполнительные органы допустили много ошибок. Вплоть до того, что присваивали имена по принципу землячества и родственных отношений. Поэтому было принято решение о централизации данной деятельности. Депутаты поддержали это предложение. В результате у нас есть единый четкий регламент ономастической работы. Теперь важно не только изменить процедуры, но и подойти к этой работе по существу. Нужно строго блюсти принципы исторической справедливости. Біздің көрнекті тарихи тұлғаларымыз ұлықтауға әбден лайық. Сөз жоқ. Олардың есімін ел жадында сақтау перзенттік парызымыз әрі жалпы ұлттық болмысымызға тән қасиет. Бірақ ономастиканы тарихи еңбегі ешқандай архив құжаттармен расталмаған тұлғаларды ұлықтау құралы етуге болмайды. Тәуелсіз Қазақстанда жоғары қызмет атқарған азаматтардың өзі кеңес дәуірінің қайраткерлерін, соның ішінде ашаршылықты ұйымдастыруға қатысы бар адамдарды әсіре мадақтаумен айналысып жүр. Бұл өкінішті әрі түсініксіз нәрсе. Жалпы бұл жұмысты ретке келтіру керек. Ел тарихында айрықша рөл атқарған әйгілі бабаларымыздың есімі көптеген елді мекендер мен көшелерге берілген. Енді осымен тоқтайық. Өткен заман қайраткерлерінің атын ел жадында сақтау мәселесіне мейлінше салмақты көзқараспен қараған жөн. Қалалар мен көшелердің атауынан халқымыздың төл тарихы көрініс табу қажет. Біз әдемі жер су атауларын және халық ішінде кең таралған дәстүрлі атауларды толық пайдаланбай жүрміз. Бірақ ауыл аймақтардың тарихи тұрғыдан ескірген атауларын өзгерту мәселесіне мұқият қараған жөн. Бұл жерде ешқандай науқаншылдық болмау керек. Халық арасында жан-жақты түсіндіру жұмысын жүргізіп, тұрғындардың пікірін ескеру маңызды. Қазір елді мекендердің аумағы ұлғайып жатыр. Қалаларда жаңа аудандар бой көтеруде. Осыған байланысты атау қайталанатын немесе мүлдем атау жоқ мыңдаған көше пайда болды. Бұл жағдай өрт сөндірушілерге, тәртіп сақшыларына, жедел жәрдем мен басқа да құрылымдарға қиындық туғызады. Ең алдымен осындай көшелердің атауын ретке келтіру қажет. Не должно быть вседозволенности при наименовании частных объектов. Иногда на улицах наших городов можно встретить вывески с совершенно непотребными названиями. Креатив – это, конечно, хорошо, но нормы общественного порядка и приличия нужно соблюдать. Поэтому и предприниматели должны ответственно подходить к вопросам ономастики. Депутаты сейчас рассматривают поправки, согласно которым присвоить имя человека частному объекту можно будет только после согласия ономастической комиссии. Мне кажется, это правильное решение. Ономастика саласын мемлекеттік және мекемелік марапаттар жүйесін жетілдіру, жасампаздық құндылықтарын дәріптеу, әлеуметтік кеселдерді жою, азаматтық қоғамды дамыту, мұның бәрі ауқымды идеологиялық жұмыстың ажырамас бөлігі. Сондықтан шаруаның бәрін жүйелейтін бір тұтас тұжырымдамалық құжат керек деген пікірмен келісемін. Ұлттық құрылтай мүшелері Еділ Жаңбыршин, Айдос Сарым, Никита Шаталов, Гүлмира Елеуова, Андрей Чеботарев, Данияр Ашимбаев, Марат Шибутов және басқа да азаматтар осындай ұсыныс айтты. Олар өз бастамасын іске асырып, ішкі саясат тұжырымдамасының жобасын да әзірледі. Мемлекеттік органдар бұл жобаны жан-жақты зерделеп, барлық мәселені пысықтау қажет.
Құжатта құзырлы органдар мен мүдделі тараптардың қызметі бір арнаға тоғысу керек. Онда мемлекеттік идеология жұмысының мақсат міндеттері мен басымдықтары нақты белгіленуге тиіс. Тұжырымдамада халқымыздың бірегей болмысын, өмір салтын сипаттайтын жалпы ұлттық құндылықтар мен негізгі нышандар айқын көрсетілу керек. Бұл ең алдымен осы құндылықтар мен нышандарды қоғамда орнықтыру, оларды кеңінен дәріптеу және қорғау үшін қажет. Келесі мәселе. Ұлттық бірегейлігімізді нығайту жолында мәдениет саласы айрықша рөл атқарады. Әсіресе төл мәдениетіміздегі әз Наурыз мейрамының орны бөлек. Наурыз мерекесі туралы жаңа тұжырымдама әзірленді. Еліміз ұлыстың ұлы күнін 14 наурыздан, яғни амал күнінен бастап 10 күн бойы атап өтетін болды. Әр күнге нақты атау берілді. Наурыз мерекесі туралы жаңа тұжырымдама әзірленді. Еліміз ұлыстың ұлы күнін 14 наурыздан, яғни амал күнінен бастап 10 күн бойы атап өтетін болды. Әр күнге нақты атау берілді. Жұртшылық бұл бастаманы жақсы қабылдады. Әсіресе Наурызнамадағы ұлттық киім күні қоғамның зор қолдауына ие болды. Ұлттық киімдерге деген қызығушылық арта түсті. Мектептерде, түрлі мекемелерде, сондай-ақ ірі компанияларда ұлттық киімге мән беріле бастады. Сұранысқа сай тігін цехтарда ашылып, жаңа брендтер, дүкендер пайда болды. Осылайша ұлттық киім кию біртіндеп қалыпты көрініске айналып келеді. Бұл өте жақсы үрдіс. Бет-жүзді тұмшалайтын қара киімнен гөрі өзіміздің ұлттық киімдеріміз әлдеқайда артық. Әсіресе әйелдердің дәстүрлі киімі өте ғажап көрінеді. Себебі ұлттық киім бұл біздің бірегей ұлттық болмысымыздың маңызды көрінісі. Оны жан-жақты дәріптеуіміз керек. Тәуелсіздік жылдарында мәдениет саласында көп жұмыс атқарылды. Классикалық және заманауи музыкаға арналған сәулетті ғимараттар салынды. Көптеген театр ашылды. Развитие театров – один из важных показателей уровня культуры любой страны. В Казахстане растет интерес к театральному искусству. Театральные залы полны зрителей, билеты на премьеры распродаются за 2-3 недели вперед. Особенно радует, что среди поклонников сценического искусства немало молодежи. В настоящее время в Казахстане насчитывается 46 региональных театров. Однако состояние многих из них оставляет желать лучшего. К примеру, в Семее в одном здании ютятся сразу 3 театра. Надо сделать упор на строительство и развитие театров именно в регионах. Важно поддерживать русские и другие национальные театры, которые способствуют сохранению культурного многообразия нашего народа. У нас также есть немало частных театров, которые доказывают, что это искусство может быть прибыльным. Поэтому призываю бизнес активно включиться в поддержку театров в регионах. Биыл Ұлы Абай туғанына 180 жыл толады. Мен осыдан 5 жыл бұрын Ұлы Ойшылдың туғанына 175 жыл толуына орай Семейде Абай танушы ғалымдармен кездестім. Сол кезде Абай институтын құру туралы ұсыныс айттым. Бүгінде бұл бастама цифрлық платформа форматында іске асырылды. Яғни біздің диаспоралары басқа да шетелдіктерге қазақ тілін үйрету құралы ретінде жұмыс істеп тұр. Енді осы жобаны толыққанды мәдени ағарту мекемелеріне айналдыру қажет. Бұл құрылым Конфуций, Гёте, Сервантес институттары сияқты жұмыс істеу керек. Абай институты негізгі серіктес елдердің бәрінде төл мәдениетімізді насихаттайтын орталық болуға тиіс. Бір қатар елде, мысалы, Қытай, Түркия, Моңғолия және басқа да мемлекеттерде осындай орталықтар ашылатын болды. Сыртқы істер министрлігі мен отандастар қорына, мәдениет және ақпарат министрлігімен бірлесіп, шетелде осындай орталықтар ашу мәселесі бойынша тиісті жұмысты жалғастыруды тапсырамын. Халықаралық қазақ тілі қоғамы белсене айналысуда. Бұл қуантарлық жайт. Осы ұйымның бастамаларын біз тұтас қоғам болып, әрі қарай қолдауымыз керек. Мәдениет дегеніміз жай ғана ғимараттар мен мекемелер емес. Бұл ұлттық сана сезімді жаһандық ауқымда нығайта түсетін мықты тұғыр. В рамках взаимодействия с ЮНЕСКО мы уделяем большое внимание внесению объектов материального и нематериального наследия Казахстана в международные списки.
Правительству теперь следует активизировать работу по включению нашего документального наследия в реестр «Память мира», который наглядно демонстрирует интеллектуальный вклад нации в сокровищницу знаний человечества. Новое время ставит перед нами новые задачи. Исторический опыт показывает, что многие страны смогли совершить прорыв в своем развитии благодаря гармоничному синтезу традиций и инноваций. Точно так же и нам необходимо вписать нашу самобытную культуру в реалии современного мира. В нынешнее время сфера культуры и идеологии кардинально трансформируется под воздействием искусственного интеллекта. Но полностью полагаться на него нельзя. Роль человеческого фактора по-прежнему присутствует. На запрос сделать иллюстрацию или видео о современном Казахстане популярные сервисы иногда не дают правильную информацию. В интернете пока недостаточно информации о Казахстане на самых распространенных мировых языках, прежде всего английском. В правительстве, насколько мне известно, в частности в Министерстве культуры и информации, уже началась работа по оцифровке имеющихся у нас огромных объемов информации, архивов и справочных сведений, научных исследований, фотографий, иллюстраций, музыкальных композиций, произведений искусства. Предстоит создать национальный цифровой архив, который будет доступен отечественным и зарубежным разработчикам нейросетей. Соңғы жылдары біз ұлттық бірегейлігіміздің маңызды факторы тарих ғылымының дамуына ерекше көңіл бөліп жатырмыз. Бүгінгі құрылтай тағы бір тарихи белеске тұспа-тұс келді. Биыл ел астанасын Қызыл Ордаға көшіру туралы тарихи шешімнің қабылданғанына 100 жыл толып отыр. Халқымыздың қазақ деген байырғы атауы да бір ғасыр бұрын қайтарылды. Біздің мемлекеттігіміз мыңжылдықтардан бастау алады. Оның тамыры тың тереңде жатқаны даусыз. Бірақ осыдан бір ғасыр бұрын ұлтымыздың өз атауының оралуы тарихи әділдік орнату жолындағы маңызды қадам болғанын ашық айтуымыз керек. Бұл істе сол кездегі үкімет басшысы Сәкен Сейфуллин айрықша рөл атқарды. Ол қазақты қазақ дейік, қатені түзетейік деген мақала жазып, арнайы идеологиялық науқанды бастап берді. Мұндай маңызды оқиғалар ел жадында сақталуға тиіс. Осы ретте құрылтайдың келесі отырысын сыр бойында кезінде қазақ елінің астанасы болған Қызыл Орда қаласында өткізуді ұсынамын. Осы жиында мен көрнекті қаламгер Төлен Әбдіктің жыл басында Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбатын атап өткім келеді. Жазушы атаның баласы болма, адамның баласы бол деп орынды пікірін айтты. Осы ретте қосымша айтарым. Өз ұлтыңды өзгелерден биік қою топтың түбінде жарға жығады. Қазақ халқы өзгелерден кем емес. Бұл ақиқат. Бірақ артық та емес деп айтуымыз керек. Қазақ халқын данышпан деп айтсақ, қателеспейміз. Дегенмен, дүние жүзінде данышпан халықтар аз емес. Бұл да ақиқат. Мұндай пікір кейбір адамға ұнамауы мүмкін. Алайда көпшіліктің көңілінен шығам деп тура сөзден жаңылуға болмайды. Шын мәнінде әр ел басқа жұрттан даму деңгейіне қарай озбақ. Жалпы біз төл тарихымызға көкжиегі кең, тамыры терең өркениеттік көзқараспен қарамыз керек. Бұл өте маңызды. Сонда ғана халқымыздың өткеніне, бүгіні мен болашағына мүлде жаңа көзқарас пайда болады. Сегодня перед отечественной исторической наукой, перед нашими интеллектуалами стоит задача изучения нашей истории в контексте обширной цивилизационной парадигмы. Если говорить прямо, то до сих пор прошлое Казахстана многими учеными, общественниками рассматривается через призму исторических обид. Это сужает восприятие нашей истории. Нам нужно думать шире и масштабнее. И, пользуясь возможностью, хотел бы предупредить против однобокого анализа и суждения о советском периоде. На мой взгляд, в этой общей для нас истории были, конечно, темные стороны, но были и светлые стороны. Это надо хорошо понимать. Иначе мы рискуем оказаться в плену заблуждений, которые выведут нас на неправильный путь общественно-политического развития со всеми вытекающими отсюда тяжелыми последствиями. Прошу иметь в виду. Аз зерттелеген немесе мүлде зерттелмеген тақырыптарды ғана зерделеу жеткіліксіз. Біз Қазақстанды әлем өркениетінің дербес бөлігі ретінде танытуымыз керек.
қазақ халқының әмбебап әрі бірегей өмірлік тәжірибесін толық ашып көрсету маңызды. Бұл қазіргі Қазақстанның миссиясын терең түсінуге септігін тигізеді. Көшпенділер өркениетінің бесігі болу дегеніміз өз елінің өткенін есте сақтау ғана емес. Сонымен бірге бұл түрлі халықтар мен мәдениеттерді, дәуірлер мен кеңістіктерді ортақ игілік үшін жұмылдыру деген сөз. Тарихымыздың әр белесі бізге бөлінуді емес, бірігуді, қиратуды емес, жасампаз болуды үйретіп келеді. Сондықтан Қазақстан ұлы дала жүрегі ретінде бүгінде өзінің тарихи миссиясын жалғастыра беру керек. Көне заманынан келе жатқан көшпенділер дәстүрі елді арқа тартатын емес, болашаққа бастайтын мықты қуат көзі болуға тиіс. Дей тұрғанмен тарихты аңызға айналдырып, ескі заманның шырмауында қалып қоюға да болмайды. Тарихи мәдени мұрамызды 21 ғасырға сай жаңғыртып, жүйелі түрде дәріптеуіміз қажет. Ғылыми зерттеулер жүргізу, тарихи ескерткіштерді қалпына келтіру, археологиялық қазба жұмыстарын жандандыру, музей ісін дамыту, шетел мұрағаттарын зерделеу, салт дәстүрімізді жаңғырту, осы жұмыстың бәрін бір жоспарға келтіру керек. Уважаемые участники заседания, на площадке Национального Курултая мы традиционно принимаем важные решения не только по социальным и культурно-гуманитарным вопросам, но и разрабатываем актуальные приоритеты по другим направлениям развития государства. На текущем этапе первостепенные задачи государства – это создание новых точек экономического роста регионов и устранение дисбалансов в региональном развитии. В этом году финансирование реального сектора экономики планируется увеличить почти в 2 раза, до 8 триллионов тенге. В последующие годы правительству предстоит довести объемы фондирования реального сектора до 10 триллионов тенге. Речь, по сути, идет о беспрецедентных для нашей страны объемах поддержки бизнеса, прежде всего. Поэтому все разговоры о том, что власть, правительство неким образом зажимает бизнес, абсолютно безосновательны. Бизнес был и остается в фокусе внимания правительства. Сегодня по всей стране реализуются крупные инфраструктурные проекты. Уже в 2025-2026 годах намечен запуск газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган, магистрального газопровода Талдыкурган-Ушарал и второй нитки газопровода Бейнеу-Бозой-Шымкент. Правительство запланировало возведение электростанций на базе парогазовых установок в Кызылорде и Туркестанской области. Будут модернизированы ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 в Алма-Аты. Начнет работу опреснительный завод в курортной зоне Кендерле, что обеспечит жителей Жанаузена стабильным доступом к питьевой воде. Будут введены в эксплуатацию ферросплавные заводы в Караганде и Кибастузе, химический комплекс по производству минеральных удобрений в Жамбылской области. Откроются автомобильные заводы в Алма-Аты и Кустанайской области. Закончится строительство железнодорожного участка Достық-Мойынты и обводной линии станции Алма-Аты. Начнется новый проект Кызылжар-Мойынты. Будет достроен контейнерный хаб на побережье Каспийского моря в Ахтау. Заработает международный аэропорт на территории свободной экономической зоны Хоргос, Восточные ворота. Появятся аэропорты в курортных зонах Зайсан, Катон-Карагай, Кендерле. Будет проложена волоконно-оптическая линия связи по дну Каспийского моря, что позволит создать цифровой коридор между Европой и Азией. Большое значение имеет развитие автодорожной сети страны. Осы тұста тағы бір маңызды инфрақұрылымдық жоба қолға алынатыны туралы жариялағым келеді. Мен үкіметке Астанадан Арқалық, Торғай және Ырғыз арқылы Транскаспий халықаралық көлік дәлізіне тұра шығатын автокөлік жолының құрылысын бастауды тапсырдым. Жаңа күре жол орталық және батыс аймақтардың арасын 560 шақырымға қысқартады. Бұл тұтас Торғай өңірінің дамуына тың серпін беретін ауқымды жоба. Бұдан бөлек Арқалықтағы әуежайды қалпына келтіріп, жаңа әуежайды салған жөн. Бұл жоба ішкі көлік қатынастарын едәуір жақсартады. Сондай-ақ орталық аймақтағы ауыл шаруашылығы жерлерін игеруге және мал шаруашылығын дамытуға тың серпін береді. Елімізде машина жасау, металлургия, мұнай-химия, агроөнеркәсіп және көлік логистика салаларында мұндай жобалар аз емес. В течение следующих 4 лет в стране каждый год будет запускаться около 200 инвестиционных проектов. Это план правительства.
Таким образом, мы сформируем новый индустриальный каркас, укрепим транзитно-транспортный потенциал нашей страны. Біздің мемлекетімізге ірі инфрақұрылымдық жобалар өте қажет. Ауқымды жобалар аймақтардың экономикалық мүмкіндігін арттырады. Мыңдаған жаңа жұмыс орнын ашып, азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға ықпал етеді. Жалпы айтқанда, ірі жобаларды жүзеге асыру еліміздің осы аймақтағы көшбасшылық рөлін арттыратын бірден бір жол. Біз 2022 жылы жаңадан 3 облыс құрып, осы аймақтардың дамуына күшті серпін бердік. Дұрыс шешім болды деп мен ойлаймын. Әлеуметтік экономикалық көрсеткіштер едәуір артты, инвестиция келе бастады. Соның арқасында жергілікті тұрғындардың тұрмыс сапасы да жақсара түсті. Дегенмен, үкімет жаңа облыстардың ахуалын бақылауда ұстауға тиіс. Оларға көмектесу қажет. Менің тапсырмаммен Абай және Шығыс Қазақстан облыстарында шекара маңындағы бірнеше аудан қалпына келтірілді. Мұны жұрт өте жақсы қабылдады. Жаңа аудандарда тіршілік жанданды, инфрақұрылым жақсара бастады. Ауылды дамыту тұжырымдамасында шекаралық аумақтарға қатысты жұмыстың негізгі бағдары айқындалған. Шеткері жатқан елді мекендердің ахуалы ел іргесінің бекем болуына тікелей әсер етеді. Бұл стратегиялық маңызы бар мәселе. Сондықтан осы бағыттағы жұмысты белсенді түрде жалғастыру керек. Аманат партиясы шекара маңындағы аудандарды дамытуға қатысты жаңа заң қабылдауды ұсынып отыр. Үкіметке депутаттармен бірге бұл ұсынысты мұқият қарастыруды тапсырамын. Через пограничные районы, как правило, проходят важные транспортно-логистические маршруты. В текущем году следует завершить модернизацию 9 автомобильных таможенных постов. В результате их пропускная способность вырастет в 6 раз. Это внесет серьезный вклад в укрепление транзитного потенциала нашей страны. Для сокращения разрывов в региональном развитии нужно определить регионы, отстающие по инфраструктуре, социальному обеспечению, экологическим показателям и другим ключевым параметрам. И нужно сфокусировать усилия центра на нивелировании таких диспропорций. С этой целью сейчас разрабатывается концепция регионального развития. В документе будут предусмотрены новые подходы, нацеленные на устранение дисбалансов между регионами и улучшение межведомственного взаимодействия. Усилия регионов должны быть согласованы с работой, которую проводят отраслевые госорганы на республиканском уровне. Нужна скоординированная работа. Бұл барлық салаға қатысты мәселе. Солтүстікке көктем енді келіп жатыр. Қар еріп елді мекендерді қарғын су басу қаупі туындайды. Былтыр тасқыннан орталықта жергілікті билікте тиісті қорытынды жасады деген ақпаратты алып жатырмын. Жаз шыққан соң өрт қаупі күшейеді. Табиғат апаттарының алдын алу, сақтану шаралары үнемі назарда болу керек. Я постоянно акцентирую внимание на задаче тотальной цифровизации и повсеместного внедрения искусственного интеллекта. Наступила новая эпоха, когда по сути определяется, какие страны смогут поставить новые технологии себе на службу, а какие останутся в хвосте прогресса. Искусственный интеллект непосредственно участвует в кардинальной трансформации всех отраслей экономики и рынка труда. Меняется сама суть и формы человеческой деятельности. На этом фоне появилось новое явление экономика инноваций, в которой на первый план выходят нестандартное мышление, творческая креативность и социальные навыки. Применение искусственного интеллекта кардинально повысит эффективность использования бюджетных средств, улучшит налоговое и таможенное администрирование, оптимизирует государственные закупки, упростит все процессы взаимодействия граждан и государства. Именно поэтому я лично занимаюсь вопросами цифровизации искусственного интеллекта, встречаюсь с зарубежными специалистами, предпринимателями. Не все эти встречи, естественно, входят в официальную хронику, но хочу вас заверить, что данный вопрос находится под моим контролем. В скором времени, может быть, к концу года мы объявим о том, что будет внедрена система Smart City в Астане. Мы здесь сотрудничаем с компанией из Объединенных Арабских Эмиратов, а также с компаниями Соединенных Штатов Америки. У нас тесное сотрудничество и взаимодействие с китайскими структурами. Думаю, что именно на этом направлении Казахстан должен достичь реального прогресса. Профильным органам в тесной связке с экспертами и IT-специалистами надо постоянно искать и внедрять новые решения, нацеленные на сокращение издержек,
повышение прозрачности и продуктивности во всех сферах. Данный вопрос. На моем особом контроле, как я уже сказал, цифровая трансформация экономики должна стать ключевым фактором усиления конкурентоспособности нашей страны. Это очень важно. И здесь большую роль играет развитие индустрии цифровых активов и технологий блокчейна. Необходимо принять срочные меры с целью либерализации регулирования отрасли для легального оборота цифровых активов, деятельности криптообменников, привлечения инвестиций в цифровой майнинг. Это укрепит позиции нашей страны как регионального центра цифровых финансовых технологий, позволит сократить теневой оборот цифровых активов и будет способствовать увеличению налоговых поступлений. Здесь, как говорится, я Америки не открываю, но именно в Америке сейчас нынешняя администрация во главе с президентом Трампом идут в этом направлении. Мы должны иметь в виду. В современном мире экономика, безусловно, должна опираться на инновации. Мы многое делаем для развития науки, особенно прикладного характера. Обеспечивается коммерциализация научных открытий, усиливается связь науки и производства. Однако до сих пор в Казахстане нет ни одного наукограда. Зная об идее создания наукограда близ Алматы в районе парка инновационных технологий Алатау, правительству нужно проработать данную инициативу и подготовить соответствующий закон. И вторым наукоградом, как считают ученые, мог бы стать город Курчатов, который обладает соответствующим опытом и традициями. Но предупреждаю, все эти планы должны базироваться на реальных расчетах и кропотливой работе по их реализации. Воздушных замков мы уже повидали сполна. Теперь спрос будет жесткий. У нас есть такая болезнь. Мы любим высказывать инициативы, а потом забываем о них. И они повисают в воздухе. Красивые планы – это, конечно же, хорошо, особенно когда их высказывают ученые. Нужен четкий расчет, в том числе и бюджетных возможностей. И самое главное – рациональное исполнение этих планов. Поэтому я предупреждаю, что предложение принимается в целом. Действительно, наукограды нужны. Логично их будет строить в Алмате и в Курчатове, но правительство вместе с учеными и соответствующим профильным министерством должны очень четко понимать, что нужен результат. Мы ввели практику стажировки ученых за рубежом. Поехали такие ученые, которые близко не стояли к науке, учиться за рубеж. Я знаю одного человека, который в возрасте 78 лет поехал по программе «Болашак» учиться. Какой Болашак 78 лет? Все превращается в какое-то непонятное занятие. Хорошая инициатива вроде была обучать ученых, организовывать им стажировки за рубежом. Ну и что? Келесі мәселе. Туризм аймақтардың дамуына серпін беретін сала болуға тиіс. Жергілікті жердегі республикалық және халықаралық іс-шаралар өңірлердің туристік әлеуетін арттыруға ықпал етеді. Биыл Таразда өтетін достастық жәрмеңкесі осындай жобаның бірі болмақ. Жәрмеңкеге көптеген елдің қол өнершілері мен ауыл шаруашылығы мамандары шақырылды. Бұл іс-шара серіктес елдермен экономикалық байланысымызды одан әрі күшейтеді. Сонымен қатар ең көне сауда және мәдениет орталығының бірі Тараз қаласының беделін арттыра түседі. Облысқа жаңа инвестиция тартуға және туристердің көптеп келуіне септігін тигізеді. В целом, в каждом регионе проходят подобные якорные культурно-туристические мероприятия, многие из которых уже стали традиционными и ожидаемыми. Эти мероприятия нужно проводить преимущество за счет спонсорских средств. Необходимо распределять их равномерно в течение года, заняться их брендированием и рекламой. Каждое такое событие должно широко освещаться в средствах массовой информации, привлекать к себе внимание и внутри страны, и за рубежом. Это повысит интерес к регионам и будет способствовать развитию туризма. Туризм – это целая отрасль, в том числе и бизнеса, экономики. Надо готовить специалистов. Чрезвычайно актуальной стала задача охраны биологического разнообразия в нашей стране, известной по всему миру своими природными богатствами и прежде всего животным миром. Знаю, что вчера во время рабочих секций партии АУЛ поднималась проблематика, связанная с сайгаками. С регионов также поступает обращение от фермеров по этому поводу. В 2019 году были приняты законодательные меры, направленные на ужесточение наказания за браконьерство. Я эту инициативу сам поднимал. Благодаря этому и другим комплексным усилиям поголовье сайгаков в стране резко увеличилось. То есть для популяции сайгаков уже нет угрозы, которая раньше существовала. Вместе с тем возникли другие проблемы. Страдает сельское хозяйство, есть риски ухудшения эпизоотической ситуации. В целом возросла нагрузка на экосистему. Поручаю правительству всесторонне изучить вопрос с участием профильных специалистов, принять взвешенное решение.
мы приступили к восстановлению популяции так называемого туранского тигра Прибалхашья. Это сложная задача, сопряженная с решением целого ряда проблем, связанных с хозяйственной деятельностью. На очереди сохранение и приумножение численности снежных барсов. Нашего пристального внимания требуют каспийские тюлени, розовые, фламинго и другие уникальные животные, которыми одарила нас сама природа. Животный и растительный мир находятся в опасности из-за деструктивной, разрушительной деятельности людей. Считаю необходимым создать международный фонд охраны биологического разнообразия и как глава государства готов лично возглавить данную общественную организацию, чтобы подчеркнуть особую важность этой большой работы. Попутно отмечу, что мы смогли внести в международный реестр наше достояние – таза. Теперь весь мир знает, что это казахская порода охотничьей собаки, отличающаяся совершенно удивительными качествами. И вот недавно я был в Париже, в Елисейском дворце, я видел 2 тазы, которые в свое время я подарил президенту Франции. И они очень довольны удивительными качествами данной собаки. Сонымен бірге тазалық мәселесі әрдайым назарда болуға тиіс. Былтырдан бері елімізде Таза Қазақстан акциясы жүріп жатыр. Бастамаға азаматтар жаппай қолдау білдірді. Акция жалпы ұлттық сипатқа ие болды. Күн жылынып келеді. Енді жұрт сенбілікке шығып, айналасын тазалайды. Бұл өте дұрыс. Мен бұған дейін де айттым. Таза Қазақстан жай науқан емес. Бұл әр адамның және барша халықтың күнделікті дағдысы, өмір салты болу қажет. Баршаңызға мәлім, 2 жыл бұрын менің тапсырмаммен жайлы мектеп ұлттық жобасы басталды. Жобаның негізгі мақсаты мектептегі орын тапшылығын жою, сондай-ақ апатты және 3 ауысымды мектептер мәселесін шешу болды. Ақмола облысы ұлттық жоба бойынша салынатын барлық мектептің құрылысын бірінші болып аяқтады. Аймақта 12 мыңнан астам оқушыға арналған жаңа білім ошақтары ашылды. Басқа облыстарда құрылыс барысы мәз емес. Үкімет пен самұрық қазына қоры бұл жұмысты қолға алу керек. Мен таяу арада тексеремін. В этом году по всей стране будет построено свыше 200 школ на 500 тысяч ученических мест. Хочу напомнить, совсем не обязательно строить школы только в рамках проекта «Комфортная школа». Качественные стандартные школы тоже в большом спросе. Недавно я был в Талдыкургане. Там есть школы обычные, вполне приличные. Такие школы можно строить везде, потому что комфортные школы, они достаточно дорогие. И не в каждой области по многу есть смысл строить такие школы. Необходимо в течение 3 лет модернизировать 1300 школ, включая 900 школ на селе. К новому учебному году все государственные и частные школы должны быть оснащены оборудованием для обеспечения безопасности детей. Продолжится масштабное развитие медицинской инфраструктуры по всей стране. До конца текущего года в рамках проекта модернизации сельского здравоохранения предстоит построить 188 медицинских объектов. Нужно ввести в эксплуатацию многопрофильную больницу в Ридере, центр гематологии в Усть-Каменогорске, станцию скорой помощи в Ахтау, Национальный научный центр инфекционных болезней в Алма-Ате, новый корпус Национального научного онкологического центра в Астане. В 2026 году предстоит модернизировать 32 центральные районные больницы, а также завершить строительство больниц в Кызылорде и Маңғыстауской области. Срывы намеченных сроков недопустимы. Определяющим фактором повышения качества жизни остается доступность жилья для граждан, особенно из социально уязвимых категорий. В прошлом году для таких граждан государством приобретены почти 21 тысяча квартир. За последние 2 года в ряде городов страны, речь идет о Семей, Тарас, Кентау, Уральск, были построены современные реабилитационные центры для лиц с особыми потребностями. До конца 2026 года нужно открыть такие центры в Ахтубе, Атрау, Кокшетау, Шымкенте. Кроме того, в каждом областном центре нужно создать центры реабилитации и развития особенных детей, включая детей с аутизмом. К сожалению, количество детей с таким диагнозом стремительно увеличивается во всем мире, и Казахстан здесь не исключение. Поэтому родители детей с таким диагнозом вынуждены все ехать в Астану, поскольку в областях нет таких центров. Я вот поручаю правительству и акимам немедленно приступить к решению этой задачи. В каждом областном центре должны быть построены такие центры, которые будут заниматься с особенными детьми и с детьми, которые получили диагноз аутизм. Благодаря участию спонсоров и фонда «Казахстан халқына» определенные подвижки, конечно же, имеются. Правительству и акимам следует активизировать работу.
Казахстане каждый ребенок с особыми потребностями должен иметь возможность получить полноценное образование. Это принципиальный вопрос. Поэтому до конца текущего года надо разработать новый закон, регулирующий комплексную поддержку детей с особыми потребностями. Ұлттық құрылтайдың отырыстарын әр облыста өткізудің ұтымды тұсы бар. Алқалы жиында аймақтың дамуына қатысты өзекті мәселелер де қаралады. Менің тапсырмаммен бүгінгі басқосуға Ақмола облысының бір топ азаматы қатысып отыр. Олардың ішінде ардагерлер, зиялы қауым өкілдері, қоғам белсенділері, кәсіпкерлер мен жастар бар. Мен осы аймақтың дамуына айрықша мән беремін. Жалпы облыстың экономикалық әлеуметтік жағдайы жаман емес, жақсы деп айтуға болады. Бұл мәселе бойынша маған әкім Марат Ахметжанов есеп берді. Енді Ақмола облысындағы кейбір бастамалар мен жобаларға назар аударғым келеді. Өздеріңіз білесіздер, мен 2025 жылды жұмысшы мамандықтары жылы деп жарияладым. Бұл кәсіптік және техникалық білім беру саласын жаңғыртуға және жұмысшы мамандардың қоғамдағы беделін арттыруға арналған маңызды шешім. Нужно расширять возможности для молодежи, усиливать профориентацию, создавать условия для получения востребованных рабочих профессий. Эта задача адресуется руководителям всех регионов. Правительству и акимату региона предстоит открыть в Хосшы колледж международного образца, который обеспечит доступ молодежи к востребованному образованию. Это особенно актуально с учетом быстрого роста населения города и его близости к столице. Қазірдің өзінде алыс жақын шетелдерге кеңінен танымал Бурабай жерінің мол мүмкіндіктері бар. Осы курорттық аймақты дамытудың 2029 жылға дейінгі кешенді жоспары қабылданды. Оны жүзеге асыру үшін шамамен 140 миллиард теңге бөлінеді. Қаржының жартысына жуығы жеке инвестициялар. Үкімет пен облыс әкімдігі құжатта көрсетілген міндеттерді сапалы орындауға тиіс. Ең алдымен Щучинск Бурабай курорттық аймағындағы инфрақұрылымды дамыту қажет. Барлық экологиялық талаптар қатаң сақталуға тиіс. Туристерге әлемдік стандарттарға сай қызмет көрсетілу керек. Жаңадан салынатын конгресс орталық Бурабайдың бетке ұстар орны болу қажет. Орталық іске қосылатын болса, демалыс аймағына жұрттың қызығушылығы да арта түседі. Сондай-ақ туристік маусымнан тыс уақытта адамдар көптеп келе бастайды. Үкімет пен әкімдікке осы мәселені тыңғылықты қарастыруды тапсырамын. Огромный туристический потенциал области не исчерпывается только Щучинско-Боровой зоной. Следует системно развивать и другие перспективные рекреационные направления. Зеренда, Сандықтау, Ақкөл. Важно последовательно выстраивать большой туристический кластер, в котором будут органично интегрированы все природные жемчужины и сакральные места региона. При этом нужно внимательно следить за соблюдением законности при выделении земельных участков под строительство частных туристических объектов. Уникальные природно-климатические условия области служат естественным преимуществом для создания современных оздоровительных комплексов. Надо продолжить развитие спортивных баз региона для подготовки наших национальных сборных по разным видам спорта, особенно зимним видам спорта. Представители Акмолинской области традиционно вносят большой вклад в копилку страны на мировых и континентальных соревнованиях в зимних видах спорта. Здесь, считаю, необходимо обратить особое внимание на развитие футбола по всей стране. Большинство областных стадионов следует реконструировать или же приступить к строительству новых футбольных стадионов с привлечением спонсорских средств. Этот вопрос я буду держать на контроле. В каждом областном районном центре, в поселках и селах должны появиться детские футбольные площадки. Это задача на ближайшие 2 года. Проверим исполнение этой задачи. Только так мы сможем поднять на новый уровень этот популярный во всем мире спорт, который является социальным по своему характеру и массовым. И привлекая детей и юношей к футболу, мы сможем в значительной степени решить проблему лудомании и наркотизма. Тоже имейте в виду. Профильное министерство, Федерация футбола, местные исполнительные органы, предприниматели должны в практическом плане приступить к коммерциализации клубного футбола. Клубы не должны полагаться только на областные бюджеты. Нужно учиться зарабатывать самим, как это происходит во всем мире. Сондықтан мен кәсіпкерлерді клубтық футболға бизнес ретінде қарауға шақырамын. Футбол клубтары жекеменшікке өтпей, іс алға баспайды.
Бұл әлемдік тәжірибе. Клубтар жекеменшік болса, шетел спортшыларын шақыру құқығына ие болады. Популяризация спорта, особенно среди детей и молодежи, это залог здоровья нашей нации. В последние годы, благодаря поддержке государства, детский спорт получил хороший импульс, но этого недостаточно. Думаю, бизнес также способен внести большой вклад в приобщение подрастающего поколения к физической культуре и спорту. В Астане есть успешный пример частного детского развивающего центра, в котором имеются как творческие кружки, так и отдельные спортивные секции. Нужно распространить такой опыт на все регионы. Мемлекет барлық аймақта спорт инфрақұрылымын дамытуға баса мән береді. В этом году завершится строительство Национального университета спорта в Астане, гребного канала в Туркестане, футбольного стадиона в Қызылорде, физкультурно-оздоровительного комплекса в области Жетісу, спорткомплекса для лиц с особыми потребностями в Уральске. Биыл Көкшетауда көп функционалды спорт кешенінің құрылысы басталады. Бұл Қазақстанда теңдесі жоқ орталық болмақ. Осы жобаны арнаулы мемлекеттік қордан, яғни заңсыз активтерді қайтару есебінен қаржыландыру керек. Үкіметке осы мәселені пысықтауды тапсырамын. 3 жылдың ішінде 2 триллион теңгеден астам заңсыз активтер елге қайтарылды. Бұл қаржының аймақтардағы өзекті экономикалық және әлеуметтік мәселелерді шешуге жұмсалып жатқаны өте маңызды. Қуатты аймақтар, қуатты ел ұстанымы менің саяси бағдарымдағы мызғымас қағиданың бірі. Үкімет осы қағиданы негізге ала отырып, облыстардың еншісіндегі әлеуметтік салықты сақтап қалу туралы шешім қабылдады. Алайда облыс әкімдері бюджет қаржысын үнемдеп, тиімді пайдалану керек. Елге пайдасы тиетін әлеуметтік маңызы бар жобаларға басымдық беру қажет. Бүгін айтылған бастамалар мен жобалар аймақтардың біркелкі дамуына ықпал етіп, еліміздің одан әрі өркендеуіне жол ашады деп сенемін. Уважаемые соотечественники, все мы стали свидетелями и даже участниками масштабной трансформации мира. Его эволюция очевидна. Появились новые смыслы и нарративы, неординарные взгляды и подходы к решению узловых международных проблем. Беспрецедентная конфликтность, острый кризис взаимного доверия, ползучая эрозия международного права, экономические войны стали неотъемлемой частью нынешней ситуации в мире. Все это происходит на фоне появления нового технологического уклада, обострения борьбы за критические ресурсы, переформатирования и производственных и торгово-логистических цепочек, техногенных и природных катастроф. Звучат мнения авторитетных политиков и аналитиков, что мир находится в преддверии неуправляемого хаоса или нового смутного времени. Другими словами, старый миропорядок рушится, а контуры нового времени пока четко не проявились. Буквально на наших глазах история выходит на новый виток спиралевидного развития. Утрачивает свою актуальность глобализм. На первый план выходит государственный национализм, стремление к разделу сфер влияния, регионализация мировой политики. Многим странам десятилетиями навязывали так называемые демократические моральные ценности, включая ЛГБТ. Этим занимались международные неправительственные фонды и организации. И под этой вывеской международные неправительственные фонды грубо вмешивались во внутренние дела многих стран, государств. На поверку все оказалось проще простого. Разворовывались миллиардные бюджеты. Личные капиталы практически всех родителей за прогресс и демократию, права человека, свободу прессы, борьбу с коррупцией никак не совпадает с их заработной платой. Поэтому работа, развернутая нынешней американской администрацией во главе с президентом Трампом по выявлению масштабных злоупотреблений и разоблачению политического лицемерия глубинного государства, восстановлению традиционных моральных ценностей заслуживает поддержки. Потому что всем известно, все, что делается в Соединенных Штатах Америки, имеет непосредственное значение для всего мира. Так сложилось. Біз тарих, дәстүр және қазіргі заман құндылықтарын әрдайым бірдей ұстанып келеміз. Жұртты саяси прагматизмге шақырып, қоғамда заң мен тәртіпті орнықтыру маңызды екенін бұрыннан айтып жүрміз. Қазір әлемде болып жатқан оқиғалар біздің бағдарымыздың дұрыс екенін көрсетті. Әрине, шетелдегі жағдайды үнемі ескеріп отыру маңызды, бірақ біз
алдымен өз еліміздің ішкі мәселелеріне ден қойымыз керек. Біз ұлттық мүддемізді қорғау үшін алдағы уақытта да ұтымды әрі байыпты әрекет етуіміз қажет. Талай заманнан келе жатқан өкпе реніштерден, өткенге құр мақтанудан және бәрін орынсыз сынап мінеуден арылу қажет. Әлеуметтік масылдық пен саяси таяздыққа мейлінше жол бермеуге тиіспіз. Шектен шығып, тым асыра сілтейтін көзқарастарға барынша тосқауыл қойған жөн. Өйткені бұл дүние ақ пен қарадан ғана тұрмайды. Кез келген мәселеде өзгелерді айыптап, қара бұлтты төндіре беруге болмайды. Қоғам санасындағы осындай құбылыстар ұлтымызды идеологиялық және мәдени тұрғыдан әлсіретеді. Тіпті еліміз қазіргі қатыгез әлемде өзгелерге жем болуы мүмкін. Бір сөзбен айтсақ, біздің ұлттық ой санамыз мықты болу керек. Жаһанды белгісіздік жайлаған бұлыңғыр заманда бәсекеге барынша қабілетті болу үшін барлық жағынан кемел ұлт болуымыз қажет. Бұл өркениетті, икемді, мақсатшыл жұрт болу деген сөз. Біз үшін ешкім елімізді дамытып, көркетіп бермейді. Қазақстан өз азаматтарымызға, яғни бізге ғана керек. Біз өз мүмкіндігіміз бен күш-қуатымызға арқа сүйеуіміз қажет. Сондықтан ұлт ретінде алға басуға не кедергі болса, соның бәрінен арылып, сапалы ұлт болуға тиіспіз. Елімізді жаһанға жайылып келе жатқан өзгерістерге дайындап, Қазақстанды кез келген сын қатерге төтеп бере алатын қуатты мемлекет етуіміз керек. Бұл менің президент ретіндегі басты миссиям. Бұл тұтас ұлтымызға ортақ маңызды міндет. Әр азамат мына бір қарапайым қағиданы терең ұғынуға тиіс. Бір орында тұрып қалмай, үнемі өзін жетілдіре білген адам міндетті түрде табысқа жетеді. Бәсекеге қабілетті ұлт дегеніміз осы. Біз қолға алған реформалар елдің дамуына зор серпін берді. Қоғамның өзгерістерге деген үмітін оятып, әділдікке деген сенімді қалпына келтірді. С 2019 года экономика Казахстана выросла на 15,5% в реальном выражении. Валовый внутренний продукт страны достиг 288 миллиардов долларов, а валовый внутренний продукт на душу населения увеличился почти на 46%, превысив 14 тысяч долларов. Внешнеторговый оборот вырос почти на 45% и составил 140 миллиардов долларов. Объем инвестиций в основной капитал увеличился в 1,5 раза, составив в прошлом году свыше 19 триллионов тенге. Более чем в 5 раз выросли инвестиции в образование и науку, в 3,5 раза в здравоохранение и социальное обслуживание, почти в 3 раза в транспортную отрасль. За это время возведено более 500 школ, открыто множество медицинских, спортивных и других социальных объектов. Построено и реконструировано почти 4400 километров автомобильных дорог. Запущены новые железнодорожные линии, созданы десятки новых производств. Государство значительно усилило поддержку аграриев. Прошлой осенью были собраны рекордные 27 миллионов тонн зерна. Постоянное внимание уделяется развитию предпринимательства. Значительно увеличились темпы жилищного строительства, объем которого в прошлом году достиг беспрецедентных 19 миллионов квадратных метров жилья. С 2019 года в стране построено более 250 студенческих общежитий, что позволило сократить дефицит мест в 6 раз. И это на фоне роста количества студентов. Сейчас в отечественных вузах обучается 624 тысячи человек. Это большое количество студентов. Еліміздің 90 мыңнан астам азаматы шетелде оқиды қазір. Бұл біздің қоғамның ашықтығын көрсетеді. Азаматтарымыз демалу үшін шетелге жиі шығатын болды. Біздің көк төлқұжатымыз әлемдегі 92 мемлекеттің аумағына визасыз емін еркін кіруге мүмкіндік береді. Қазақстан халықаралық аренада зор құрметке ие мемлекет. Біздің елімізді орта держава деп атайтын болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас ассамблеясы Алматыда Орталық Азия мен Афганистан үшін орнықты даму мақсаттары жөніндегі Біріккен ұлттар ұйымының аймақтық орталығын ашу туралы қарар қабылдады. Осы шешім еліміздің әлемдегі ықпалы мен беделі зор екенін аңғартады. Бұл деректер бәріміз бір ел болып атқарған жұмыстың бір парасын ғана көрсетеді.
Нельзя говорить, что в Казахстане ничего не делается, все плохо. Вот указанные абсолютно объективные показатели говорят о том, что по этим направлениям, показателям мы однозначно находимся впереди среди стран данного региона. А если рассматривать эти показатели на душу населения, то, возможно, и в гораздо большем международном масштабе. Но расслабляться, конечно же, и нельзя, надо и дальше идти. Предстоит очень большая работа. Біз барлық сын-қатерді сенімді түрде еңсеруді және мәселенің бәрін байыппен, іскерлікпен шешуді үйрендік. Ешқашан популизмге, менмендікке және жалған ұранға жол берген жоқпыз. Мы всегда выступали за честный диалог, прямо и открыто говорили о трудностях и угрозах, не приукрашивали реальность и не давали пустых обещаний. Иногда правда нелицеприятная, об этом я уже говорил. Правда никому не нравится. Но правда нужна для того, чтобы трезво оценивать ситуацию и не питать ложных иллюзий. К успеху приходит именно тот, кто неуклонно идет к своей цели, принимая не совсем популярные, но крайне важные для достижения цели решения. Дорогу осилит идущий. Это основной принцип нашей работы. Қазір геосаяси ахуал ушығып тұр. Мұндай кезде ел бірлігін, қоғамдағы татулық пен тұрақтылықты көздің қарашығындай сақтауымыз керек. Бұл тұрақты дамуға қажетті ең басты шарт. Еліміз терең әрі жан-жақты реформаларға енді ғана кірісті. Алдымызда күрделі жол тұр. Біз озық ойлы ұлт ретінде тек қана алға қарауымыз керек. Алдағы бірнеше 10 жылдыққа көз тігіп, ауқымды шаруаларды кезең-кезеңмен атқаруымыз қажет. Біз ұзақ мерзімге арналған мақсатқа ұмтылуымыз керек. Келешегіміз қандай болу керек екенін нақты білуге тиіспіз. Себебі дұрыс мақсат қоя білсек қана табысқа жете аламыз. Тәуелсіздігіміздің 40 жылдығы жақындап келе жатыр. Осы маңызды белеске қандай жетістікпен жетерімізді, оған дейін қандай тарихи міндеттерді орындауға тиіс екенімізді нақты білу маңызды. Біз шындыққа тура қарауымыз керек. Еліміз бәрінен оза шауып, барлық салада және барлық бағытта бірінші қатарда бола алмайтынын түсінуіміз қажет. Сондықтан біз өзіміздің басқалардан басым түсетін мықты тұстарымызды жақсы білуге тиіспіз. На мой взгляд, у Казахстана есть огромные возможности как минимум в 4 направлениях, по которым мы способны не только стать самодостаточными, но и задавать тон в региональном и даже глобальном масштабе. Я уже говорил о цифровизации и искусственном интеллекте. Хотел бы добавить такой важный отрасли, как транспортно-логистический сектор, энергетика, агропромышленный сектор. И, конечно, особняком стоит вопрос, касающийся человеческого капитала. Что касается цифровизации и внедрения искусственного интеллекта, то у нашей страны действительно есть возможность достичь прорыва, добиться прорыва. Казахстан уже сейчас входит в первые 25 стран рейтинга ООН по уровню развития электронного правительства, охватывающего более 190 государств. Но останавливаться на достигнутом ни в коем случае нельзя. Иностранные представители, когда приезжают в Казахстан, они удивляются, насколько электронные средства развиты здесь именно в сфере обслуживания. В частности, вот те услуги, которые оказывают банки, прежде всего Каспий банк, они просто поражают их. Высокие технологии станут локомотивом развития всех отраслей экономики и государственного управления. Правительство обязано кратно усилить работу по формированию благоприятной среды для повсеместного внедрения передовых цифровых решений искусственного интеллекта. Нам предстоит создать мощную архитектуру хранения и обработки данных, начать массово экспортировать технологические продукты. Успешная цифровизация и повсеместное внедрение искусственного интеллекта напрямую зависит от энергетического потенциала страны. Надо понимать, что мировой переход на новый технологический уклад, основанный на цифровизации искусственного интеллекта, это энергозатратный процесс. В таких реалиях энергодефицит в регионе и мире будет расти, неуклонно расти. Поэтому Казахстан должен не только достичь полного самообеспечения электроэнергии, но и стать крупным экспортером на мировом энергетическом рынке. Это веление времени. Одобрив на референдуме решение о строительстве первой атомной электростанции, граждане дали старт решению данной стратегической задачи. Это означает, что мы должны подойти к развитию энергетики вдумчиво, комплексно, с учетом дальней перспективы. Вопрос ведь не в том, чтобы обеспечить только текущие энергопотребности страны.
Для нас стратегически важно создать новую энергетическую отрасль, которая обеспечит прочную базу динамичного экономического развития на десятилетия вперед. Именно поэтому считаю необходимым возвести не одну, а 3 атомные электростанции и в конечном счете сформировать полноценный ядерный кластер. Это необходимо. С учетом исключительной важности данной задачи, мною принято решение создать агентство по ядерной энергетике при президенте. Я лично буду заниматься этим вопросом. Нам предстоит в полной мере реализовать свои возможности в газовой и угольной генерации, а также потенциал возобновляемых источников энергии. То есть должен быть комплекс мер. Наша страна обладает 9-й территорией в мире, которая открывает многообещающие перспективы в развитии транзитно-логистической сферы. Это стратегическое направление, на которое обратили внимание все мировые державы. Фактически вся мировая торговля, а если сказать в целом, все международные отношения сейчас сконцентрированы на вопросе развития транспортно-логистических направлений и возможностей. Предстоит нарастить усилия для превращения Казахстана в евразийский транспортно-логистический хаб. Это тоже задача стратегического порядка. Қазақстанның ауыл шаруашылығындағы әлеуеті зор екені белгілі. Енді соны тиімді пайдаланатын кез келді. Еліміздің әуелгі мүмкіндіктеріне қарасақ, біз әлдеқашан әлемдегі алпауыт аграрлық мемлекеттің бірі болуға тиіс едік. Бірақ ауыл шаруашылығына қажетті қаржы салынған жоқ. Оған қоса, бұл салада жемқорлықпен айналысатын алаяқтар белең алды. Олардың ішінде мемлекеттік қызметшілер де болды. Жалған мәліметтердің кесірінен мемлекет қағаз жүзіндегі мал санына жылдар бойы субсидия төледі. Қазір қордаланған мәселенің бәрін шешіп, агроөнеркәсіп кешенін жаңа деңгейге көтеру үшін көп жұмыс жасалып жатыр. Біз алдағы 5 жылда ауыл шаруашылығының жалпы өнімін 2 есе көбейтіп, осы саладағы еңбек өнімділігін 3 есе артыруымыз керек. Бұл өте маңызды міндет. Қазақстан 10 жыл ішінде бидайды терең өңдеп, дайын өнім өндіретін және оны әлемдік нарыққа шығаратын ең үздік 10 елдің қатарына қосылуға тиіс. Мен біздің басты күшіміз адам және оның жасампаздық әлеуеті деп үнемі айтып келемін. Өйткені білімді, еңбекқор әрі мақсатшыл азаматтар елімізді табысқа жеткізеді. Қазақстанда азаматтарға дүниеге келгеннен бастап өмір бойы жәрдем беретін тиімді мемлекеттік қолдау жүйесі бар. Программы Нацфонд детям, Келешек, бесплатное школьное образование, большое количество грантов на обучение в колледжах и вузах – это лишь часть мер, которые помогают подрастающему поколению встать на ноги. Адамға салынған инвестиция мемлекеттің ең сенімді әрі дұрыс салымы. Біз білім, ғылым, медицина, спорт, креативті индустрия салаларына қомақты қаржы бөлуді жалғастыра береміз. Азаматтардың өзін жан-жақты дамыту үшін барлық жағдайды жасаймыз. Себебі қазіргі заманда жекелеген адамдардың табысты болып, бақуатты өмір сүруі нағыз қуатты мемлекеттің көрсеткіші саналады. Мен жоғарыда атап өткен басымдықтар, яғни ірі инфрақұрылымдық жобалар, цифрландыру мен жасанды интеллект, көлік транзиті мен энергетика, агроөнеркәсіп секторы және адам капиталы Қазақстанның жаңа әлемдегі орнықты дамуына жол ашатын негізгі факторлар болатыны анық. Тағы да қайталап айтамын. Қазір адамзат жаңа дәуірдің сипаты айқындалатын тарихи жол айрықта тұр. Алға қарай қарыштап дамуға Қазақстанның мүмкіндігі жетеді. Қазір жер шарының тұрғындары қартайып бара жатыр. Осы тұрғыдан алғанда Қазақстанды жас әрі білімді азаматтардың елі деп айтуға болады. Біз еліміздің әлеуетін нығайта түсуіміз керек. Яғни азаматтардың мұң-мұқтажына құлақ асатын және ең бастысы мәселені тиімді шеше алатын әлеуетті мықты ел болуымыз қажет. Сондықтан білім мен инновацияға негізделген дамыған әрі жоғары технологиялық экономика құруға тиіспіз. Мұның бәрі азаматтар үшін жасалады. Себебі адам біздің мемлекетіміз үшін ең басты құндылық. Біздің ұлтымыздың арман мұратты, әділетті, қауіпсіз, таза, қуатты Қазақстанды құру идеясынан бастау алады. Біз баршаға
және әркімге зор мүмкіндік беретін мемлекет құрып жатырмыз. Бұл әр азамат өз қабілетін шыңдап, адал еңбегімен отбасын асырай алатын ел болу деген сөз. Заң мен тәртіп біздің мызғымас тұғырымыз. Бұл ең алдымен еліміздің әр азаматына және барша халқымызға ортақ тәртіп. Ал біздің идеологиямыз қарапайым әрі түсінікті. Бұл жаһандағы аса күрделі геосаяси ахуалда елімізді жаңа даму деңгейіне көтеру үшін берік негіз қалау деген сөз. Мемлекеттігіміздің тағдыры мен ұлтымыздың берекелі өмірі осыған тікелей байланысты. Құрметті жиынға қатысушылар, сіздер ұлттық құрылтай аясында көптеген бастама көтеріп жүрсіздер. Отаншыл азаматтардың арқасында еліміз тұрақты дамып келеді. Баршаңызға тағы да шынайы ризашылығымды білдіремін. Бүгін өзекті мәселелер талқыға түсті, тиісті шешімдерді қабылдадық. Алдағы уақытта да осылай береке бірлікте болып, еліміздің болашағы үшін маңызды жұмыстарды бірге атқара береміз деп сенемін. Ораза қабыл болсын, баршаңызға амандық тілеймін.